Саламатсыздарма ағайын, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы тізгіндемен Алтынгүл Төлегенова. Ең алдымен назарларыңызға бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынамыз. Шынболат Ділдебаевтың мұрасын дәріптеуші Гүлсара Жиенәлиеваның 7 жас мерейтойына орай достық үйінде шара ұйымдастырылды. Сәтбаев қаласының мемлекеттік архиві ұстаздар ұлы тұлғалар атты тарихи сағат ұйымдастырды. Оқушылар есірткіге қарсы қаламызда Сәтбаев есірткісіз қала атты жас суретшілер байқауы өтті. Сәтбаев қаласында дәстүрлі сенбілік өтті. Шынболат Ділдебаев атындағы мұражайдың әкімшісі қаланың мәдени өміріне елеулі үлес қосқан Гүлсара Жиенәлиева 70 жаста. Мерейтойға орай қаланың зиялы қауым өкілдерінің ұйымдастыруымен достық үйінде мерейлі іс-шара өткізілді. Кешке жиналғандар алдымен мерейтой иесін достық үйінің алдында салтанатты жағдайда қарсы алып құрмет көрсетті. Сырда туып, кәсібін қырда терген республикалық айтыстардың жүлдегері Шынболат Ділдебаевтың жары Гүлсара Жиенәлиеваның 70 жасқа толуына арналған кеш мерейтой әнімен шымылдырық түрді. Кештің тізгінін журналист Сәтбаев қаласының құрметті азаматы Абдолла Дастан ұстады. Жергілікті жас ақын Гүлсара Қоңырбайызының шәкірті республикалық айтыстардың жүлдегері Жоламан Мағзұм арна орындады. Апамыз 70 жасты алқындаса, айтылар тәтті тілек артылмасын. Ассалаумағалейкум ағайынға, иіп келген бұл кешке алтын басын Келген қонақтар мерейтой иесінің қалаға жалпы қала мәдениетіне сіңірген еңбегін алға тартып, өткен жылдардағы жылы естеліктерімен бөлісті. Сәтбаев қаласы әкімінің орынбасары Дархан Мұхан құттықтап, қала басшысының құттықтау хатын табыстады. Мерейтой иесінің иығына қазақы дәстүрмен зерделі шапан жапты. Біздің мәдениет үйінің күнделікті жұмысында оның ішіндегі түрлі бағыттар бойынша бірқатар бастамаларға өзіңіз мұрындық болып жүрсіз. Жаңа айтылып жатқан жас ақындар мектебін, қолөнершілерді насихаттап көптеген игі бастамалар көтеріп жүрсіз. Оның барлығына сізге алғыс айтамыз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Осы Шынболат жыраудың мұрасын насихаттап, ортамызда елдің алғысына бөленіп жүре беріңіз. Мерейлі тойға келген меймандар мерейтой иесіне ақжарма тілек жаудырды. Ақындар жыр жолдарын арнасы, әншілер ән орындады. Ел арасында кең танымал шындық толғауының иесі Шынболат Ділдебаевтың мұрасын дәріптеп, жас таланттарды қолдау бағытындағы еңбегіне үлкен баға берді. Өзіңнің азан шақырып қойған атың Гүлсара болса, Шәкең Шынарым деп кетті. Есейгеннен кейін Гүлекең атандың. Ал бүгінгі есімің осы халықтың өзіңді Шәкеңнің аруағын қолдайтын кісілердің қойған аты Шәкеңнің шырақшысы. Өте әдемі ат. Сол Шәкеңнің шырағы ешқашан сөнбесін. Гүлсара Жиенәлиева әр жылдары Шынболат Ділдебаев атындағы Кеншілер сарайының директорының орынбасары, ақын атындағы мұражай директоры, көрме меңгерушісі қызметтерін атқарды. Қаламыздың қоғамдық саяси өміріне белсенді араласып келеді. Олай дейтініміз, жас ақындарды тәрбиелеп, оларды айтыстың аламандарына баптап келеді. Бүгінде 70-тің желкенін керген Гүлсара Қоңырбайқызы өңірдегі жыршылық термешілік мектептің қалыптасуына еңбек сіңіріп, Шынболат ақынның мұрасын жинақтап, оның шығармашылығын жаңғыртуға еңбек етіп, кітап етіп шығарды. Кеш соңында мерейтой иесі құттықтай келген қонақтарға рахметін жаудырып, іс-шара Сәтбаев достықтың қаласы әнімен қорытындыланды. Нұрлат Қонысбай, Ерасыл Ижанов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Сәтбаев қаласының мемлекеттік архиві мұғалімдер күніне орай ерекше форматта тағылымды шара өткізді. Ұстаздар ұлы тұлғалар атты тарихи сағатқа білім саласының үздігі Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері, жеке тектік қор иесі Жұмағали Құлманов арнайы шақырылды. Іс-шараның басты мақсаты ұстаздардың ұстаз атанған Жұмағали Құлмановтың өнегелі өмір жолын, даналығын, шәкірт тәрбиелеудегі өлшеусіз еңбегін жас ұрпаққа үлгі ету. Мұғалім мамандығының қадір-қасиетін дәріптеу болды. Кездесу барысында ардагер ұстаз өзінің балалық шағы, білімге бет бұрған жолы мен мұғалімдік қызметінің қызықты тұстарын, сондай-ақ бұл мамандықтың жауапкершілік жүгін баяндап берді. Үлкен елдің арасында қызмет ету қызық. Мысалы, тәрбиелеу енді қиындығы балаға алдында отырған 25 балаға үйрету, оқыту, ол 25 бала 5 саусақ бірдей емес сияқты бірдей емес. Соларды қайтсақ білім береміз, қайтсақ соларды тәрбиелейміз деп осы қиыншылықтар болады. Енді оқып жүрген уақытында, жұмыс істеп жүрген уақытында өзім бақаға қатал болдым, сараң болдым. Анау 4 ақ үшін ол бала көбейіп кеткен керек. Сонда әлгі
менің немерелеріме кейінгі балаларға жаңағы оқушылар айтады екен, сенің атаңның алдында барып білім алу үшін біз көбейге кету сондай бір қиыншылықтар болады. Арыстан түпкі-түпкінде жүр. Арақтан толағатты азамат соған қуанамыз, соған мақтанамыз, звондайды, кездесу өткізеді, шақырады деген. Бір тіпті өздерінің 60 жылдығына бір балалардың үйлеріне шақырады. Сол уақытта қызық, ойбай біз әлі халықтың арасында жүретініміз ғой, мына оқушылардың санасында жүретініміз қызығып қаламыз, қуанып қаламыз, мақтанып қаламыз. Тарихи сағат 27-ші жалпы білім беретін мектептің 8-9 сынып оқушыларының қатысуымен өтті. Жасөспірімдер тарапынан түрлі сұрақтар қойылып, ашық әңгіме алаңына айналған бұл кездесуде ұрпақтар сабақтастығы айқын көрініс тапты. Маған бүгінгі сабақ ұнады. Архитектуралы жақсы ақпарат алдым. Жұмағали мұғаліммен таныстым. Сабақ өте әсерлі болды. Шара соңында Сәтбаев қалалық мемлекеттік архивінің басшысы Аян Әшімұлы қадірлі ұстазға сый құрмет көрсетіп, мұрағат ұжыматынан шынайы алғысын білдірді. Алтынгүл Төлегенова, Ерасыл Ижанов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сәтбаевтық оқушылар әлем елдерін есеңгіреткен есірткіге қарсы. Жасөспірімдер саламатты сау қоғамда өмір сүргенді қалайды. Қаламыздағы оқушылар сарайында Сәтбаев есірткісіз қала атты жас суретшілер байқауы өтті. Толығырақ Нұрлат Қонысбай жалғастырады. Бүгінде әлемде есірткіге тәуелділер саны 23%-ға өскен. Біріккен ұлттар ұйымының зерделеуінше кейінгі 10 жылда тыйым салынған заттарды кем дегенде 300 миллион адам пайдаланады. Бірақ есірткі құмарлықтан жаһан жұртшылығының әр 5-ші азаматы ғана емделеді екен. Елімізде де көрсеткіш көңіл көншітпейді. Тек есепте тұрғандардың өзі 18 мыңнан асып жығылады. Өкінішке қарай дені жастар. Есті адамдарды есінен айыратын есірткіге құмарлықтың алдын алу мақсатында ұйымдастырылған байқауда жас суретшілер өз шығармаларында зиянды әдеттердің тигізер әсерін түрлі бояумен ақ қағазға түсірді. Жалпы бұл жастардың арасында, жалпы осы Сәтбаев қаласының жастарының арасында ұйымдастырылған байқау болғандықтан бұл есірткінің алдын алу бойынша. Жалпы мақсаты, бұл байқаудың мақсаты есірткінің алдын алу. Осы суреттер арқылы жас суретшілер, қатысушылар, оқушылар өзінің есірткіге қалай қарсы екенін білдіріп, позицияларын қойып жатыр. Байқауға қала мектептерінің 5 және 8 сынып аралығындағы барлығы 40 оқушы қатысты. Жарыс қалалық ішкі саясат бөлімінің тапсырысы бойынша өткізілді. Занималась рисованием я довольно... Сурет салумен жастайымнан айналсам, ағаларымның сурет салғанын байқап, бақылап отыратын. Бүгінгі байқау маған ұнады. Көпшілік арасында отырып сурет салу оңай болған жоқ десе де, бұл маған кедергі болмады. Барлық марапат иесін құттықтаймын. Әділқазы алқасының шешімімен үздік деп танылған шығармалардың авторларына диплом мен ақшалай сертификат табысталды. Нұрлат Қонысбай, Ерасыл Ижанов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Сәтбаев қаласында сенбі күні кезекті рет дәстүрлі сенбілік ұйымдастырылды. Тазалықты өмір салтына айналдырған қала тұрғындары бұл жолда белсенділік танытып, қоғамдық орындар мен демалыс аумақтарын тазалауға шықты. Сенбілік барысында қатысушылар адамдар көп жиналатын саябақтар мен аллеялардың аумағын күл-қоқыстан тазартып, айналаны ретке келтірді. Қала тазалығы әрбір тұрғынның ортақ міндеті екенін түсінген Сәтбаевтықтар тазалық шарасына ұйымшылдықпен атсалысты. Жергілікті әкімдік өкілдерінің айтуынша, мұндай шаралар алдағы уақытта да тұрақты түрде өткізіліп отырады. Олар тұрғындарды қоршаған ортаға жанашырлықпен қарап, табиғатты қорғауға шақырды. Мен Сәтбаев қаласының мемлекеттік мекемесі жер қатынастар бөлімі және сәулет құрылыс бөлімінің маманымын. Біз осы Қазақстанымыз және Сәтбаев қаласының таза болуына атсалысып жүрміз. Еліміз, Қазақстанымыз, жеріміз, туған еліміз таза болуға бәріміз атсалысайық. Бәріміздің болашағымыз, қаламыз әдемі болғаны, көркейіп тұрғаны бәрімізге жақсы болады. Айта кетейік, сенбілікке 40 ұжымнан 1257 адам және 10 техника жұмылдырылыпты. Олардың көмегімен 12 тонна қоқыс шығарылған. Жалпы көлемі 13 гектар аумақ тазартылып, ретке келтірілді. Сонымен қатар жасыл желекті көбейту және қала экологиясын жақсарту мақсатында 143 түп ағаш отырғызылып, күтімсіз қалған 47 ағаш санитарлық мақсатта кесілді. Алтынгүл Төлегенова, Ерасыл Ижанов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен ақпараттар легі осымен тамам. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын.